Белгілі Алаш ардақтысы Сәкен Сейфуллиннің видеосы табылды. Мемлекет қайраткері бейнеленген бұл кадрлар 1935 жылы қазақ автономиясының құрылғанына 15 жыл толуына орай түсірілген. Таспаны тапқан Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Ермұхамед Маралбек тікелей байланысқа шығып тұр. Кеш жарық, Ермұхамед мырза, бұл бірегей құнды дүние қашан, қайдан табылды? Кадрларда Сәкен Сейфуллиннен басқа кімдер бар екен? Ермұхамед мырза, эфирдесіз. Бұл бейне жазба осы Ахметтану бөлімінің аясында жүргізген зерттеудің нәтижесінде Ахмет Байтұрсынұлының жазу реформасы және теориясы мен тәжірибесі деген гранттық жоба аясында Мәскеу қаласына 3 ғалым барған болатынбыз. Қазанның 19 және 27 аралығында осы жылы. Ресей мемлекеттік кинофото құжаттар мұрағатында болдық. Сол мұрағаттан кино және фото құжаттарымен каталогымен түгел танысып шықтық. Соның ішінде өзімізге қажеттілерін бәрін қарап шыққанда осы Сәкен Сейфуллиннің бейне жазбасы кездесіп қалды. Енді Сәкен Сейфуллинмен бірге Ораз Жандосов, Әлби Жангелдин сияқты қайраткерлердің бейне жазбасы осында түсірілген.